Лимон бізде медицина саласында өте бір пайдалы тағамдардың қатарында жатады. Бұл жаңағы цитрус өсімдігі, оның құрамында ең біріншіден лимонның соғы, ең жақсы пайдаға асатын, оның қабығында да өте флавоноидтар мен эфирлі майлар болады. Эфирлі майлар жаңағы ароматотерапияда қолданылады, басқа да кулинарияда қолданылады. Сондықтан оның бәрі адамның көңіл-күйін көтеруге, жақсартуға, соған пайдаланады. Ал лимонның шырынының өзіне келетін болсақ, оның құрамында аскорбин қышқылы өте көп, витамин С деп көп естіп жататын витамин С-мыз біздің. Ол кез келген үйде тұмау болған жағдайда, салқын тиіп қалған жағдайда, простуда ең бірінші мамамыз не береді бізге? Лимон береді да, лимонды шайға салып береді, лимонды суға қосып береді. Сондықтан лимон бұл жаңағы қабынуға қарсы, біздер орысша айтқанда противовоспалительный дейміз, бактерицидный дейміз, бактериялардың өлтіруге, жаңадан басталып жатқан ауруды тоқтатуға өте жақсы әсер етеді бұл асқыс. Одан басқа да лимон бізде анемия жағдайында беріледі. Анемия дейтін қан азығы, ол балаларда, жүкті аналарда, болмаса ауырып жүрген кісілерде жиі кездеседі. Оған лимонды оған не үшін береміз? Ол себебі лимонның құрамындағы жаңағы аскорбин қышқылы, басқа да элементтер темірдің сіңуіне өте жақсы көмектеседі. Сондықтан одан басқа да лимонды антиоксидант деп айтамыз. Антиоксидант деген сөз қазір не көп? Қатерлі ісік көп. Естіп жататын шығарсыздар, сол қатерлі ісікті болдырмау үшін организмдегі бос жүрген радикалдарды, сан қатарлы ісік болатын соларды жою үшін пайдаланылады. Одан басқа да лимон бүйректегі өттегі тасты кетіру үшін пайдаланылады. Оның құрамында лимонның құрамында бектендер сол өтті кетіру үшін тасты кетіруге көп пайдаланылады. Басқа да көптеген пайдалы жақтары бар. Тіпті ауырмайтын адамға күніне лимон мен жаңағы зімбір қосып күніне су ішетін болса, таңертеңгі суына ас қорытуға, сат алмасу процестерін жақсартуға мүмкіндік туғызады.